Сәлем қыздар, сіздермен Бану. Бүгін осындай қытырлақ, өте дәмді чебурекелер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамыры өте қарапайым, ешқана ингредиенттен иленеді. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз. Стаканға 200 грамм қайнаған суға 1 шай қасық тұз салып араластырып, дәл осы қатты қайнап тұрған суды ұнға салып илейміз. Үстіне 30 мг сұйық майды салып, жақсылап тұрып илейміз. Ет қанғанға дейін 5 минуттай жақсылап тұрып илеу керек. 30 минутқа шетке алып қоямыз. Жуаны өте қатты майдалап турап аламыз. Чебурекеларымыз өте шырынды жақсы болып шығу үшін майлы тартылған ет қажет. Оның үстіне көк шөп, яғни мен петрушканы қолдандым. Соны өте қатты майдалап турап осы фаршымызға салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Фарш өзінің шырынын бөлу үшін тағы да 30 мг-дай, 50 мг-дай су құямыз да жақсылап тұрып қолмен езіп араластырамыз. Қамырымыз тыңған кезде бір рет илеп аламыз да, кішкене бөліктерге, сопақша бөліктерге бөліп, қамырларымызды жаямыз. Қамырларымызды жұқа етіп жаямыз, бірақ қатты жұқа етіп жаймаймыз, себебі қуырылып жатқан кезде ішіндегі фаршымыз тесіліп, ішінен су ағып, майымыз шашырамас үшін. Шетін осылай жақсылап бекітеміз. Қамыр тез жабысады, және шанышқымен осындай өрнектер жасап, сыртын пышақпен, болмаса осындай құрылғымен кесіп тастаймыз. Барлық қамырдан 22-23 штук чебуреке шықты. Орташа қызып тұрған майымызға чебурекеларымызды екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Қатты қызып тұрмауы да тиіс, себебі сырты тезірек пісіп, ішіндегі еті және жуасы піспей қалуы мүмкін. Дәмі тіл үйретін, пісіріп жатқан кезде ыстықтай жеуге өте ыңғайлы. Мини чебурекелер дайын болды. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.